Сәлеметсіздер студенттер. Бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын барабан әдісі арқылы амандасып алайық. Сәттілік түсті. Айта алайық, әңгім. Бақытыңызға сәттілік. Рахмет. Рахмет сабағыңызға. Келесі. Шаттық түсті. Шынар, айта алайық. Бірімізге шаттықсылар білейік. Жақсы, рахмет. Жақсы, жаңа сабақты бастамас бұрын алдыңғы тақырыптарды қайталай берейік. Үй тапсырмасы, алдыңғы сабақтарды кім айтады? Бірінші сұраққа келсек, нәрестедегі туа біткен рефлекстер жайлы. Кім айтады? Әйгерім айта ғой. Нәрестенің туа біткен рефлекстері беске бөлінген қорғаныш рефлексі, ол жаңағы баланың денесінің тітіркенуі, аяқтарын, қол аяқтарын жинап алу кездері, тағы басқа бағдарлау рефлекс дегеніміз баланың жарыққа көзінің түсуі және дыбысқа қарай қарауы. Ему рефлекстер болады, ол жаңағы нәрестенің әр затты аузына апарған кезде ол сора бастауы да, жаман су рефлексы деген ол алақанына түскен затты жармасып бастайды бала, өзіне тартып бастайды. Или болмаса тартып бастайды көрген затына да. Сосын итеру рефлекс деген ол кішкене уже өсе келе еңбектеген кезде басталады, аяғымен жерді итереді, болмаса зат итеріп бастайды. Жақсы, бұл барлық рефлекстерді біз бала бойынан көреміз де, солай ғой? Екінші сұрағымыз балада жағымды және жағымсыз сезімдерді қалай білеміз? Жұлдыз? Нәрестенің өмірі түгелдері үлкендерге байланысты, үлкендер баланың қолын алғанда, жұмылдырғанда, аунатқанда көмегі тиеді. Бала 4-5 ай болғанда үйдің адамдарынан бөлек сырттың адамдарын тани біледі, жатырқай біледі. Сыртқа шыққанда, сыртқа баланы алып шыққанда үлкендердің көмегімен оның қозғалысын, жыбырлаған затты, сондай заттарды үлкендердің көмегімен сезіне алады. Жағымды, жағымсыз бәрі біліп отырады да, өзіне ұнайтын ұнамайды. Жақсы отырады. Келесі баланың жасына байланысты даму іс-әрекеттері бар. Бұл жөнінде Айдана айта ғой. Бірінші ол нәрестелік кезде болады, ол есту аппаратымен көру аппаратының есінен жүзеге асады және 3-4 айлық кезде бала кез келген жылдамдықта, кез келген қашықтықта қозғалған затты көзімен бақылай алады және бір нәрсеге ұзақ уақыт тесіліп қарай алады. 6-7 айлық бала көзіне көрінбей кеткен нәрсені іздемейді. Яғни бұлда бала тұрақты бір затты есіне сақтап қалу деген түсінік әлі қалыптаспаған. Ал 8-9 айлықта бала бір қызығушылығы пайда болады. Өзінің ескі ойыншық емес, басқа бір жаңа затқа деген қызығушылығы байқалып, және оны зерттеуге тырысады. 9-10 айлық бала бір көзіне көрінбей кеткен тұрақты бір нәрсені іздейді, және оның бір жоғалып кетпейтінін, басқа бір жерде тұрғанын уже бала түсіне бастайды. Бір жастағы бала өзінің үйренген іс-әрекеттері жүзеге асыра бастайды. Яғни қолына таяқшаны алып, ол таяқшамен допты қимылдатып үйренеді. Жақсы, рахмет Айдана. Келесі ерте балалық шақ. Бұл жөнінде бізге кім айтады? Шынар айта алыңыз. Бір жастағы нәресте дамуы және оның жаңа кезеңде басталып табылады. Оның
жүру әрекеті, іс-қимылы ерекше мән береді. Ол өзін дәрменсіз жан сезінбейді. Ол көріп біліп, тыңдап ұстап қалады. Бір жақта қызығушылық танытады. Осының бәрі ерте балалық шаққа жатады. Жақсы, рахмет. Жаңағы барлық айтқан жөнімізде біз жас ерекшелік психологиясы, яғни адамдарды біз кезеңдерге бөлеміз, жастарды. Яғни нәрестелік шақ, ол туылғаннан бастап 1 жасқа дейінгі кезең, одан кейін сәбилік шақ, 1-ден 3 жас аралығы. Яғни біз бұл 2 шақты өттік. Енді біздің жаңа тақырыбымыз мектеп жасына дейінгі кезең, яғни 3 пен 6 жас аралығындағы балалар. Бүгінгі жаңа сабағымызды дәптерімізді ашып жазып алайық. Тақырыпты мектеп жасына дейінгі балалардың психикалық дамуы. Бұл сабағымыздың мақсаты мектеп жасына дейінгі балалардың психикалық дамуына толық нақты сипаттама беру, мектеп жасына дейінгі балалардың таным үдерістері мен сенсорлық дамуын диагностикалау, нәтижесі бойынша коррекциялау және болашақта педагогикалық қызметінде алынған теориялық білімдерін кәсіби түрде пайдалана білу. Бұл бүгінгі сабағымыздың жоспары, яғни мектеп жасына дейінгі балалардың анатомиялық, физиологиялық дамуын қарастырамыз. Одан кейін мектеп жасына дейінгі балалардың жетекші іс-әрекеті, яғни ойын арқылы қалай дамитынын. Үшінші, мектеп жасына дейінгі балалардың сенсорлық дамуын қараймыз және мектеп жасына дейінгі балалардың таным үдерістерінің дамуын қарастырамыз. Мектеп жасына дейінгі балалардың анатомиялық, физиологиялық жағдайына келетін болсақ, бұл кезде балалар тез өседі, салмағы тез артады, жүйке жүйесінің дамуы да жоғарылайды, бойының өсуі де тездетіледі. Яғни, мысалы 5 жасында бала 6-7 сантиметрде ғана өссе, уже 6 жаста ол 7 сантиметрге өседі, 7 жасында 10 сантиметрге өседі және баланың кеуде клеткасының өсуіне байланысты аяғы, дене пропорциясының барлығы да өзгере бастайды. Және қимыл қозғалысының дамуы, бұлшық етінің дамуы бәріне үлкен әсерін тигізеді екен. Қан айналымға келетін болсақ, бұл кезде жүрегінің көлемі 4 жас пен 1 жастағы баланың арасында салыстырғанда 4-5 есе артады екен. Және сәбилік кезеңмен салыстырғанда қан тамырларының соғуы да жиілейді. Мектеп жасына дейінгі балалардың, яғни 3 жасқа дейінгі баланың екінші сигналдық жүйесінің дамуы да психикасының дамуына өзінің септігін тигізеді. Өйткені бала құрбы-құрдастармен, тәрбиешілермен қарым-қатынасы жақсы нығая бастайды. Және денесінің бұлшық етінің күші артып, ептілігі, қозғалысы, икемділігі байқалады. Және жүру, секіру, жүгіру деген сияқты, өрмелеу, еңбектеу деген сияқты қимылдарды үйренеді. Және үлкендермен еркін қарым-қатынас жасауына байланысты баланың грамматикалық сөздік қорда дами бастайды. Келесі, мектеп жасына дейінгі балалардың іс-әрекеті ойын және ойын арқылы, яғни біздің балаларымыз дамиды екен. Ойынның әртүрлі түрлері бар: рөлдік, сюжеттік, символикалық, қимыл қозғалыс, дидактикалық сияқты. Және ойын іс-әрекеті арқылы, мысалы, тек ойынмен емес, яғни баланың психикалық дамуы сурет салу арқылы, сіздердің, яғни мамандықтарыңызға байланысты мүсіндеу, аппликация, конструкциялау сияқты іс-әрекеттермен де дамиды екен. Мектеп жасына дейінгі балалардың сенсорлық дамуына келетін болсақ, бұл кезде сенсорлық даму дегеніміз, тәрбие дегеніміз, бұл түйсікпен қабылдаудың дұрыс бағытта дамуы. Түйсікпен қабылдауды мол баланың қоршаған дүние жайлы көзқарасы кең, жан-жақты болып келеді. Сөйтіп баланың сенсорлық мәдениеті, оның түйсігімен қабылдаудың даму деңгейі ойдағыдай дамыған таным қызметінің алғышарты болып табылады. Мектеп жасына дейінгі балалардың таным үдерістерінің бірі бұл зейін. Зейін бұл ерте байқалады. Өмірінің алғашқы айларында баланың зейіні байқала бастайды. Және жас ерекшелігіне байланысты ойын әрекетінде тәрбиенің ықпалымен еріксіз зейін деген дамып бастайды. Мектепке дейін кезеңде балада ес үдерісінің дамуы айқындалады, біршама күрделілігі байқалады, және 3-4 жастан бастап бала қоршаған ортамен, жан-жағымен танысады екен. Жаңа айта кеткеніміздей ойынды бала сурет салу
жасқа дейінгі балдарға балабақшада қандай сурет салып бересіздер? Сол бойынша алдарыңызда қағаздар бар, соны бәріміз алайық. Сіздерді сабақтың соңында мына стикерлер арқылы бағалайтын боламын. Жақсы қыздар, сурет салып болса, қандай әдіспен не салғаныңызды ортаға шығып көрсетейік. Шынар, дайынсың ба, келем? Келмін. Бұл күз мезгілі, күз мезгіліне ветр материалы арқылы жабыстыру арқылы күз бейнесін салып шыққан. Қалай түсіндіресің балаларға? Балалар бір сурет салады өздері. Мен салып беріп, оларды қияды, қию жағын неден көрсетем. Ыссы клеймен далапты жағып беріп, үстіне жабыстыру керек. Жабыстырып, өз суретінің бейнесін шығару керек. Бұл балалардың Ой-өрісін, түстануын, күздің қандай болу керек екенін үйренеді. Түсінеді, біледі. жақсы, рахмет. Келесі. Кел, айымгүл не салды? Бұл Мен дақ графикасы. Дақ графикасы балалар үшін ең жақсы әдістердің бірі. Дақ графикасы мен балаларды ең жақсы сүйікті кәмпитін таңдадым. Бұны етке бүгу арқылы дақ түсіріп, жетпеген жер үйкелеп, сызу арқылы бұл бала бұда түс таниды. түстану арқылы балалар үшін. Рахмет, Айымгүл. Бұл дақ графикасы арқылы жасалған екен. Келесі, Айгерім. Мен үрлеу немесе түтікшенің пайдалану графикасын таңдадым. Бұл жерде бізге керек заттар ақ қағаз, мынандай түтікше, су ішетін, сосын бояу, түрлі түсті бояу. Бұл жерде жаңағы біз бірінші бояуды суға ертіп аламыз. Және оны мына түтікше арқылы қағазға қондырамыз. Содан түтікшемен үрлеу арқылы бір бағыттарға қарай үрлеу арқылы сурет саламыз. Бұл жерде баланың несін дамытады, бұл жерде жаңағы ойлау қабілеті, жаңағы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 1
творчество жағынан да, шығармашылығын дамытады, және оның бұлшық еттерін және тыныс алу жолдарын дамытады баланы. Бұл және баланың сөйлеуге, болашақта тілінің дамуына жақсы әсерін тигізеді. Маған ұнағаны бұны қазір өзім салдым, уже мынадай тыныс алу басқалай болады, адамда интерес оянады. Маған осы жағынан ұнады осы техника. Өте жақсы Айгерім. Айгерім үрлеу әдісін қолданыпты. Келесі Айдана. Мен далаппен сурет салу. Бала әдетте анасының косметика қолданғанын ұнатады және оның тыйым салынатындықтан балаға бұл әдіс салу құмарлығын арттырады, сурет салу құмарлығын арттырады және косметика құралдарымен сурет салу баланың бір қызығушылығын арттырып, бала ойының орындалуына мүмкіндік береді. Сонда бұнда талап бар да, сосын не бар? Мамалардың ұстайтын лақтары далап бар да? Бұл далаппен сурет салу. Жақсы, рахмет Айдана. Өте қызық сурет. Тағы. Кел, Жұлдыз келе ғой. Жұлдыз, қандай мезгіл? Күз мезгілі. Күз мезгілі түрлі түсті қағаздардан болады. Жақсы болады ма? Мұнда бала қиюды, салғаттар үйренеді. қайшы ұстауды, желімдеуді жақсы болды үйренеді. Бұл баланың ой өрісін дамытады екен. Жақсы, рахмет. Жақсы қыздар, өте жақсы суреттеріңіз. Енді бүгінгі сабақтан алған әсерлеріңіз, жақсы жақтары, я болмаса, ұнамаған жақтарыңыз болса, алдарыңызда стикерлер тұр. Соған жаза қойайық. Сосын тілек ағашына жақсырамыз. Алдарыңызда бүгінгі сабақтан алған әсерлеріміз. Тезірек жаза қойайық. Тілек ағашына кім келеді? Шынар кел. Сол сабақта керемет әсер алдым, жаңа техникаларды көріп үйреніп, ой түйдім. Жақсы. Келесі Айдана. Жақсыра беріңіз шығып. Мен өте керемет әсер алдым жұмыс жасауда, баламен жұмыс жасауда түрлі әдістерді үйрендім. Рахмет. Тез, қыздар. Бір сөз берейін. Сабақ өте қызықты, керемет өтті. Адамның ынтымақтастығы, білімге деген құштарлығы оянды. Жақсы. Бүгінгі сабақта балалардың ой бөліскен ұстанымды техникасына үйрендім. Бүгінгі сабақтан жақсы білім алдым, балалармен жақсы жұмыс жасауды үйрендім.
сағат маған ұнады, білмегенді үйреніп алдым. Баламен жұмыс жасау мен үшін от ету арқылы күшті ашысалар болды. Рахмет, Садан. Сабақ маған өте күшті ұнады, күшті әсер алды. Келіп жапсырып тастайық қой, қыздар қалған.